Бәріне сәлем, мен Павлодар қаласының Марвин дүкенінің қызметкері Темірбай Гүлназ боламын. Бүгінгі сіздерге таныстыратын кітабым Алаш арысы Мағжан Жұмабаевтың «Педагогика» есімді кітабы. Бұл әдістемелікті қазіргі таңда жоғары оқу орындарында да педагогика пәнін оқытуда қолданады. Жалпы осыдан бір ғасыр бұрын айтып кеткен Мағжанның бала тәрбиесіндегі кеңестері, бағыт-бағдарлары бүгінгі күнге шейін актуалды. Жалпы білетініміз, Мағжан Жұмабаев өте керемет ақын, жазушы болған, және де осымен қатар Жүсіпбек Аймауытов психологияны, яғни жантану жазып кеткендей, Мағжан педагогиканы жазып кеткен. Бұл кітаптағы әдіс-тәсілдерді қазіргі таңда жас ұстаздарға, жаңадан келіп жатқан, енді оқып жатқан студенттерге оқуға болады. Және де мен өзім қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Өзіме бұл кітап аса ұнайды. Бұл жерде ол кісінің бала тәрбиесіндегі қым-қуыт бір қиындықтарды мән берілмей өте терең ұғытылған. Еңбекте баланы тәрбиелеу және де азаматтарды тәрбиелеудің жолдары егжей-тегжейлі түсіндірілген. Кітапты мен мұғалімдермен қатар ата-аналарға да оқуға кеңес берер едім. Себебі қазіргі таңда баланы тәрбиелеу сәл қиындық тудырып жатыр деп естіп жатырмыз. Сол себептен де Мағжан атамыздың кеңестерін және осы кітапты оқуға кеңес берер едім. Сау болыңыздар.